Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Біз бүгін сіздермен механикалық жұмыс жөнінде сөз сөйлейтін боламыз. Механикалық жұмыс. Оны біз кәдімгі жұмыстан ажыратуымыз керек, өйткені кәдімгі жұмыс ол бізде біраз басқа функцияларды атқаратын болады. Енді механикалық жұмыс біздің оқулықтар бойынша оның анықтамасы А-ден F көйтілген S формуласында негізделеді. Яғни осы жердегі F ол бізде күш екенін білеміз. Күш. Ал S ол бізде орын ауыстыру. Орын ауыстыру. Яғни оның анықтамасы бойынша механикалық жұмыс дегеніміз ол бізде атқарылады. Егер де дене белгілі бір күштің әсерінен орын ауыстырады деген осындай оның анықтамасы бар екен. Ендеше, оның тағы да бір альтернативті анықтамасы механикалық жұмыс ол энергияның күш арқылы жұмсауы болып табылады. Бірақ та біз осы оқулықтарға сүйенеміз де А-тен Fs, яғни күштің әсерінен дененің орын ауыстыруы деген анықтамада тоқталайық. Енді келесі біздің қарастыратынымыз ол бізде оның өлшем бірлігі болып табылады джоуль. Осындай бір немен алайық оны. Енді осы жерде F ол бізде ньютон. Көбейтілген орын ауыстыру ол бізде метр болып табылады. Яғни 1 джоуль дегеніміз ол 1 ньютон күштің әсерінен денені 1 метрге орын ауыстыруға кететін жұмыс болып табылады. Ендеше біз бірінші оны анықтадық. Енді осы жердегі күштерге байланысты механикалық жұмыстың оның бірнеше түрлері болады. Енді бір жағдайды қарастырайық. Бір жағдай, бірақ та күштер әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, кәдімгі мысалы біздің шанамыз, мысалы, оның тарту күші бар, алдына тартатын. Оған кері қарай бағытталған, сіздер білесіңдер оны, ол бізде үйкеліс күші, және де әрқашан да бізде бар, ол төмен бағытталған F ауырлық күші болып табылады. Енді әрбір жеке күш үшін осы механикалық жұмыстың түрлері болады. Енді оны қарастырайық. Осындай бір түсті алып алайық. Ең бірінші ол бізде теріс атқарылған күш болып табылады. Яғни бұл не деген сөз? Егер де біз қазір осы қайтадан шананы алсақ, мысалы, ол бізде оң жаққа қарай белгілі бір жылдамдықпен оны орын ауыстырып жатырмыз. Яғни бізде жұмыс атқарылып жатыр. Бірақ та осы жердегі F күштің орнына біз енді үйкеліс күшін алайық. Үйкеліс күші. Енді біз білетініміздей, үйкеліс күші ол біздің қозғалысқа әрқашанда кері қарай бағытталады. Ендеше осы күшпен орын ауыстыру бағытының арасындағы векторлы бұрышы егер де 90 градустан үлкен болса, яғни егер де біз оны қарастырсақ, осы жерде мінеки F үйкеліс күші солға қарай бағытталған. Ал біздің орын ауыстыруымыз, L векторы оңға қарай бағытталғаннан кейін осы жерде тіпті 180 градус бар. Демек, бізде жұмыс теріс болып табылады. Мінеки, енді келесі түрін қарастырайық. Ол қай кезде бізде оң жұмыс атқарылады, Дәл сондай шананы егерде алсақ, енді қайтадан ол бізде оң жаққа қарай кетіп жатыр, бірақ та енді үйкеліс күшін алдық, келесі түрін біз оның тарту күшін алайық. Яғни осы жерден біз оны жіппен өзіміздің шанамызды тартып жатырмыз, F тарту күшімен. Енді осы жерде, егер де осы орын ауыстырумен күштің арасындағы бұрыш 90 градустан кем болса, онда жұмыс бізде оң болып табылады. Яғни егер де векторларды қарасақ, осы жерге бізде қарай L векторымыз бағытталған, және де күште
осы жаққа қарай бағытталған, яғни олардың арасындағы күш тіпті 0 градусқа тең. Енді келесі бір түрін қарастырайық, ол қай кезде бізде 0-ге тең болады, яғни жұмыс қай кезде бізде атқарылмайды, соны қарастырайық. Енді бізде үшінші күш болды, ол бізде ауырлық күші, яғни ол бізде тіпті төмен қарай бағытталған, ал біздің орын ауыстыру векторымыз жылдамдық немесе орын ауыстыруды алуға болады, оңға қарай бағытталған. Енді мүмкін сіз көріп жатқандай шығарсыз, осы жерде егер де олардың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең болса, онда ол бізде мүлдем жұмысты атқармайды екен. Яғни егер де векторын салсақ, осы жерде F төмен қарай ауырлық күші бағытталған, оңға бізде орын ауыстыру бағытталған. Мінекей көріп отырғандай, олар бір-біріне перпендикуляр, яғни осы жерде 90 градус, демек жұмысымыз бізде 0-ге тең болып табылады. Бірақ та сіздер ойламаңыздар, бізде ол ылғи да ауырлық күші теріс жұмыс, 0-ге тең жұмысты атқарады. Осы жерде егер де біз қарасақ, мысалы, дәл осы жүкті егер де алсақ, оны мысалы жоғары қарай көтерсек, мысалы, орын ауыстыру векторы бізде жоғары қарай бағытталған, ал ауырлық күші біз білеміз, олар қашанда жерге қарай бағытталған, Енді осы жерде біздің жұмысымыз теріс болып табылады. Яғни осы жердегі жағдаймен байланысты көріп отырғанымыздай, біздің альфа бұрышымыз 90 градустан үрген. Енді керісінше, егер де біз осы жүкті төмен қарай түсірсек, L векторымыз, ал біздің күшіміз де төмен қарай бағытталады, F ауырлық. Демек осы жерде A, ол әрқашанда бізде оң жұмысты атқарады. Яғни егер де байқасақ, ауырлық күші ол бізде не 0-ге тең жұмысты атқарады, не оң жұмысты атқарады, теріс осы жерде, немесе керісінше оң жұмысты атқарылады. Ал үйкеліс күші әрқашанда бізде теріс жұмысты атқарады, ал тарту күші әрқашанда бізде оң жұмысты атқарады. Өйткені біз білетінімізде, үйкеліс күші әрқашанда біздің қозғалысқа кері бағытталған, ал тарту күші әрқашанда біздің объектімен бірге бағытталған болып табылады. Назарларыңыз үшін рахмет.